Отбасы болып бір шаңырақ астында бірге тұруға шешім қабылдамас бұрын келін боп түсетін әулетін зерттеп, отбасы мүшелері туралы біліп алғысы келетін қыздардың әдеті бар ғой. Дария да сол әдетпен кездескен сайын Ырысбекке көкейдегі сұрағын жаудыратын. Ал Ырысбек болса, әулеті туралы әңгіме қозғалса, өз-өзінен қуыстанып, сөзден қашқақтай бастайды. Одан да үйленетін күнімізді белгілейікші деп Дарияның өзін қыспақ қалады. Ал Дария болашақ енесі туралы білгісі келіп, жігітінің дегбірін қашырады. Ол шешесі туралы сұраққа қатал адам, үйде бір нәрсе шашылса не ретсіз тұрса, қатты ашуланып, айқайлап кетуі мүмкін деген жауаптан басқа ештеңе айтқысы келмейді. Дария бұл жайды анасымен ақылдасқанда, жарқынайда, мұнда бір шикілік бар сияқты қызым. Тұрмысқа шығу деген асығыс қабылдайтын шешім емес. Әлі де ойланып көр деп қызына ақылын айтады. Ал бойында қаны тулап, қызын көрсе тынысы тарылып тұратын Ырысбек Дарияға ойланып жатуға мұрша берсін бе? Бір күні күндіз хабарласып, кешке балалармен отырысқа барамыз. Етек жеңі түзу, ұзын көйлек киіп шық деді. Отырысқа барамыз деп шыққан Дария көліктен түскенде келін келді деп шулап, шашу шашып, бетіне жаулық жауып қарсы алған халықты көріп, не болып жатқанын сонда барып түсінді. Айналасына қарап, көзімен Ырысбекті іздеп еді, оның көлеңкесінде көре алмады. Дария алып қашатынын білмегенін, ата-анасы ұзатып береміз деп отырғанын айтып шырпыр боп жатыр. Оған құлақ асатын ешкім жоқ секілді. Өткелден шегінетін көпір өртеніп кеткендей көрінді. Өзінен басқаның бәрі мәз боп жүр. Бәріміз осылай келгенбіз, алып қашты не, ұзатылып алды не, бәрібір емес пе деп қояды бір әйел адамның дауысы. Қандай адам сөйлеп жатқанын да анықтап көре алар емес. Айнала азан-қазан, у-шу. Шағын бір бөлмеге шымылдық құрып қойыпты. Ырысбек бәрін алдын ала жоспарлаған болса керек. Шуылдағандар сыртта қалып, бөлмеде Дария бір келіншекпен өзі қалды. Ол ішегінің иірі жоқ ақкөңіл абысыны Бану екен. Өзін таныстырып, ауыстыратын халатын беріп, басына орамалын түзеп тағып, бәйек боп жүр. Дария көзіне жасы сорғалап жүріп, әйтеуір киімін ауыстырып алды. Бұрыннан кездесіп жүрген жігітің ғой, жұртты танымайтын көшедегі біреуде алып қашып жатады деп Бану мұны жұбатқан болады. Үйдегілерге не бетімді айтамын, тұңғыш баламызды абыроймен ұзатып береміз деп менен үміт күтіп отыр ғой, әлі оқуымды да аяқтамадым деп тамағына өксік тығылып, ары қарай сөйлей алмай қалды. Үйіңе хабаршы жіберіп, үлкендер өздері шешеді, уайымдама. Әкем келіп қызымды алып кетемін десеше, масқара болмаймын ба? Әр ата-ана қызының бақытты болуын тілейді. Ата-анаңа өз еркіммен келдім, қаламын десең күштеп алып кетпейтін шығар, деді Бану. Ақылы бастап, жүрегі қоштап, ата-анасына осылай жауап беретін боп шешті де, бәйшешектей балауса қыз әп-сәтте бір үйдің келініне айналып шыға келді. Ырысбек жұмыс бабымен басқа қалаға кетеді. Айына бір-екі рет демалыс алып үйіне келеді. Дария оқуының соңғы жылында сабаққа жартып қатыса алмай, шәкіртақысынан айырылып қалады. Әупірімдеп жүріп практикалық кезеңге де жетті. Алайда мұғалім боп баратын мектебі олар тұратын үйден өте алыс еді. Жұмысқа енді орналасқан Ырысбек те әлі жалақысын алмаған. Мектепте практикант боп барып жүрген Дарияға енесі Шынар тек 50 теңге ұстатып жіберетін. Ол не жолына, не тамағына жетпейді. Осылай жүргенде жүкті екенін де білді. Жиі лоқситыннан жанындағылар Дарияның жағдайын бірден біліп, кейде жаны ашып түскі ас алып беретін. Аш құрсақпен әрі ұзақ жолда жаяу жүріп, мектепке барып келем дегенше Дария іші ауырып мазасы қашады.
Кейде қайнысы Тілек қана анасының сабаққа апарасың деп берген ақшасын жинап Дарияға 100-200 теңге беріп тұратын. Алуға ұялады. Алмайын десе ішіндегі шаранасын ойлайды. Шынар осы Тілекке ғана ерекше көңіл бөлетін. Басқа 6 баласына мейленбесе де, Тілегім жесін, сендер оның тамағына тимеңдер, Тілегім кисін, киімін бүлдірмеңдер деп басқа балаларын жерден алып жерге салады. Әсіресе Ырысбекте шаруасы жоқ. Басқа қалада жұмыс істеп жүрген бала өлі ме, тірі ме бір хабар алмайтын. Дария мұнысына таңданып қана қояды. Алайда Ырысбекке жағы ашып ештеңе айта алмайды. Бір күні Тілек Дарияға «Жеңге, жейдемді жуып берші» дейді. Қайнылы жеңгелі екеуі әзілі жарасып әңгімелесіп отырып, Дария үйдегі басқа балалардың да киімдерін жиыстырып кір жууға кіріседі. Базардан келген Шынар үйге күйеуі Батырбайдан бұрын кіріп, «Ой, Дария, балалардың көп киімін жуып қайтесің, өзім жуамын» деп Ырысбек пен Дарияның кір киімінің арасынан басқа балаларының киімін теріп жинап алып кетеді. Тілек әке-шешесі алып келген азық-түлікті көтерісуге далаға шығып кеткен еді. Енесінің бұл қылығына таңданған Дария аңтарылып не істерін білмей қалады. Амалсыз өздерінің киімін ғана жуып далаға жайып жатқанда үйде Шынар Батырбайға күбірлеп жатқанын құлағы шалып қалады. Қарашы, кір киім үйіліп жатқанда бөліп жарып, тек өздерінің киімін ғана жуып қойыпты. Таңданысының алды арты бұл емес екен. Шынар күйеуінің көзіне ғана жақсы көрініп, басқаларды жығып беретін әдеті бар екенін кейін абысыны Банудан естіп білді. Бөлек тұратын Банудың үйіне қонаққа барғанда ол ішіне сыймаған сырды жайып салды. Атамыздың бұл кісіден бұрын Гүлсім деген әйел болған екен. Ал Шынар енемізбен жас кезінде кездесіп жүріп, келіспей қалған ба әйтеуір аяқ астынан Гүлсім деген кісіге үйленіп кетеді. Сенің күйеуіңнің анасы сол Гүлсім. Шынар оның өгей шешесі. Ырысбек өз анасын көрмеген, туған шешесін біле ме жоқ па хабарым жоқ. 2 жыл бірге тұрғанда Ырысбек пен Пәкизат өмірге келеді. Одан кейін осы Шынар енеміз атамызға қайта-қайта қоңырау шалып, кездесуге шақырып жүріп, басын айналдырып алған көрінеді. Ауылдағылардың айтуынша атамыз бұрын өте білімді, ақылды кісі болған көрінеді. Қазір білесің ғой, не айтса да Шынардың сөзін құптап, айтқанынан шыға алмайды. Ата сақалы аузына түсіп отырса да, баяғы ақылы қайта кірмеді. Сонымен атамыз ішіп келіп, Гүлсім деген кісін таяққа алатын әдет шығарыпты. Кет, сенімен бірге тұрғым келмейді деп ақыры қуып жіберіп, Шынарды алып тынған екен. Біздің отағасы Шеризат, Тілек, Гүлизат төртеуі осы Шынардан туған. Бірақ өгей балалары тұрмақ, Тілектен басқа балаларын бала құрлы көрмейді ғой. Менің күйеуімді де барсың ба, жоқсың ба деп елемейді. Бөлек тұратынымызға қуанамын. Кезінде бізді ажырастырып жібере жаздаған. Мен тұрмысқа шыққаннан кейін біраз жыл бала көтере алмадым. Сонда қайнағаң арасында ішіп алса, мені ұратын әдеті бар еді. Енем жаны ашыған сыңай танытып, маған бір күні сені ұрып өлтіріп қояды, бірге тұра алмайтын болсаңдар үйіңе кетіп қал деп үгіттеді. Анама өзі хабарласып, киімдерімді жинап жолға салып жібергені бар. Кейін күйеуім кешірім сұрап келіп, қайта алып кетті. Сонда үйге келсем Гүлизат, «Жеңге, сіз үйдің жұмысын істегіңіз келмей, өз үйіңізге қашып кеттіңіз бе?» дейді. Кішкентай болса да тілі таста еді. Оны қайдан шығардың десем, папам мамама солай айтты деп қарап тұр. Көрдің бе, бұлардың шешелері адамға жаны ашып тұрғандай сөйлейді де, атамызға бәрін басқаша жеткізеді. Қазір мен бұл қылығын таң қалмаймын деп Бану әңгімесін аяқтады. Дарияның құрсағындағы сәбиі 6 айға толғанда үйдегілер бала өмірге келмей тұрып, құдалық жасап алайық деп дайындыққа кірісті.
Дария болса ішкенін құсып әлсіреп әрең жүрген еді. Қанша ұйықтаса да бір сергімейтін, ұйқысы келе беретін. Осылай талмаусырап бөлмесіне әрең жетіп төсекке қисайып еді, көзі ілініп кетіпті. Бір кезде Шынардың айқайлаған даусынан шошып оянды. Осы өмірде сен ғана екі қабатсың ба? Аяғыңды аспанға көтеріп жат онда, ештеңе істеме. Бояуды әкеліп қойдық, көріп жүрсің. Далаға шығып, қақпаларды сырлап қоюыңа болады ғой, бәрін айтып отыру керек пе? Мысық ұқсап пырылдап ұйықтаудан басқа не білесің өзі деп айдап шыққанда балағына кірген жел танауынан шықты. Дария бояудың иісі сәбиге зиянын тигізбей ме деп бір ойлады да, аш пәледен қаш пәле, осының айтқанын орындап құтылайыншы деген оймен үнсіз ғана қақпа сырлауға кірісті. Батырбай Шынарға, келін аяғы ауыр, ішіндегі балаға обал емес пе? Қақпа сырлатып қойғаның не деп еді. Шынар баяғы әдетіне салып, өңін өзгертіп шыға келді. Сырламай-ақ қой десем тыңдамады, мінезі сондай ғой, айтқанынан қайтпайды. Не істейміз енді, қақпа сондай үлкен емес, бояса бояй берсін деп мүләйімсей қалды. Сол жағдайдан кейін Дария қайта-қайта басайын алып талып қала беретін болды. Токсикозым күшейіп кеткені ме деп мән бермей жүре берді. Ішкенін ішкендей құсып тастай берді. Жағдайы бұрынғыдан да нашарлап, су ішсе де құса беретін болды. Келесі күні де жеңгесінің қайта-қайта талып қалатынын көрген Тілек жедел жәрдем шақырайық десе, Шынар токсикозы өршіп тұр, оған дәрігерлер ештеңе істей алмайды дейді. Тілек анасын көндіре алмаған соң қаладағы ағасы Ырысбекке қоңырау шалып, Дарияның жағдайы мүшкіл екенін айтады. Тілек мектеп оқушысы болса да, ісі де, сөзі де ірі, үлкен адам секілді еді. Сыныбында тұрмысы төмен балаларға көмектесейікші деп шешесінің сары майдай сақтап жүрген ақшасын қиылып тұрап сұрап алатын. Ырысбек үйіне жедел жәрдем жібергенде бәрі кеш еді. Дәрігерлер Дарияны ауруханаға жатқызып, ішіндегі бала уланып қалған, ары қарай құрсақта дами алмайды деп жасанды толғақпен босандырып алады. Дария ана болу бақытын сезінбей жатып, баласын одан алып кетеді де ақпараттың ішіне жатқызады. Анда-санда барып, сүтін өз қолымен беруіне рұқсат етеді. 2 күн өткеннен кейін баласын көруге барса, денесі көкпеңбек әрі қансырап жатыр екен. Не болғанын түсінбей, балама не істедіңдер деп айқайға басады. Дәрігерлер мұны тыныштандыруға тырысып, палатасына қамап тастайды. Енді баласын бір көруге де зар боп қалады. Түн ішінде палатасының есігін бұзып, баласын көруге барса, орнында бала жоқ. Көзі қарауытып, өз көзіне өзі сенбей, жаны ұшырып, әр палатаның есігін бір ашып, шарқ ұрып баласын іздейді. Дәрігерлер, көп стресс алғансыз, нәрестенің жүрегінде тесік бар екен. Бәрібір адам болмас еді, не сал боп туар еді. Қолымыздан келгеннің бәрін жасасақ та, одан айырылып қалдық дейді. Көрсетіңдер баламды, көрсетіңдер, сенбеймін. Тамыры байланбаған жас шыбықтай баласын соңғы рет көрген картинасы көз алдынан кетпей қояды. Ұйықтаса да түсінде көреді. Қансырап, денесі көгеріп жатсқан сол бала. Бірде өсіп, үлкен жігіт болып, анашым деп құшақтап жатқанын түсінеді енеді. Қанша көңілін басқа нәрсеге аударайын десе де, осы сурет көз алдына келе береді. Түсінде де көре береді. Құдай Ырысбек екеуінің көз жасын көріп, көп ұзатпай тағы да Дарияның құрсағына жан бітіреді. Үйіндегі бітпейтін соғыстың сорға толы сорпасына тойып кеткен Дария, енді тек осы баламнан айырылып қалмай, аман-есен өмірге әкелсем екен деп тілейді. Шынар ескі әніне салып, үйде ауыз көбейді, Ырысбек үйленгелі берекеміз кетті. Құдалығын атқарамыз деп елдің бәріне қарыз болдық деп зарлай беретін әдет шығарды. Бұл сөзінің бәрі Дарияға ауыр тиетін. Ал Батырбай келгенде, құдалардан оңай құтылдық, інім құдалыққа қосқаным деп осынша ақша берді.
Құдай ағайға кигізетін китті сіңілім беріп жіберді. Менің төркінім болмаса қайтер едік деп әңгімесі өзгеріп сала беретін. Дария бір күні есік алдын сыпырып жүрсе, ауланың сыртында велосипед айдап жүрген Тілектің айқайлаған дауысын естиді. Есік алдына жүгіріп шықса, қайнысын көлік қағып кетіпті. Не үйіне барарын, не қайнысына барай жүгірерін білмей, шок болып тұрып қалады. Айқайлайын десе үні шықпайды. Бір кезде баласының дауысын естіген Шынар да ауладан атып шығады. Велосипедті бір жақта, баласы бір жақта жатқанын көріп, көлік қағып кеткенін сонда түсінеді. «Ей қатын, не мелшиіп тұрсың? Кім қағып кеткенін көрдің бе?» деп Шынар сілкілдегенде барып Дария тұрған орында құлап талып қалады. Аспан айналып жерге түскендей бүкіл өмірі көз алдынан өтеді. Дария оянса, аурухана төсегінде жатыр екен. Ішін ұстап қараса, боп-бос. Есіңізді жоғалтып алған соң, баланың өміріне қауіп төнді де, сізді босандырып алуға тура келді, дейді дәрігер. Дария тағы да баласы шетінеп кетті екен деп еңкілдеп жылап жібереді. Сол сәтте есіктен Ырысбек кіріп келеді. Оның артынан баласын алып келе жатқан дәрігер де кіреді. Аман екен ғой деп, балам өлмепті ғой, балам тірі екен ғой деп Дария көз жасына ие бола алмай, егіліп отырып сәбиіне сүт береді. Бұл босанып жатқанда комаға түскен қайнысы Тілек тіл тартпай кеткен екен. Ал енесі Шынар сүйікті баласы Тілектің қазасына қайғырып, келіндеріне жасаған қиянатын есіне алады. Күйеуінің көзінше дін жолына түскен адамның рөлін сомдап, туыстарының алдында тәубеге келген кейіпке енсе де, баяғы хамелеон Шынар болмысынан ажырай алмайды.